Баршаға сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Менің есімім Айгерім. Сіздерге бүгін ең оңай, тез, жылдам дайын болатын және де өте дәмді болып шығатын пирогтың рецептімен бөлісетін боламын. Алдымен менің каналыма жазылып кетуді ұмытпаңыздар. Бізге керек болатын 3 жұмыртқа, оның үстіне шекерімізді салып, шекеріміз ерігенше 2-3 минуттай жақсылап араластыратын боламыз. Енді осының үстіне бізге майонез қажет. Майонезімізді салып, 3-4 қасық болса жетеді. Кез келген майонез болады. Енді осыны біркелкі масса болғанша жақсылап араластырып аламыз. Өте дәмді, өте керемет, ауызда еритін, жұмсақ болып шығады. Міндетті түрде жасаңыздар, көп уақытта кетпейді. Енді осының үстіне ұн мен қопсытқышымызды електен өткізіп саламыз. Електен өту керек, себебі біздің пирогымыз сонда көтеріліп піседі. Міне осындай масса болған кезде мейіз саламын. Мейіз салмау шарт емес. Ал мен осылай мейіз салып жасағанды өте жақсы көремін. Пирог, кекс пісірген кезде. Енді осыны 180 градуста қызып тұрған пешімізге саламыз. Мен қалыпқа салып пісіргенді жақсы көремін. Егер сіздерде қалып болмаса, жай ғана кәдімгі әсел пештің қалпына салып пісіре берсеңіздер болады. Міне біздің пирогымыз дайын. Осылай толықтай решеткада суытып, осылай жан-жағын кесіп аламыз. Және де осылай босатып, қалыпты осылай аударып, қағазын алып, тарелкаға қоятын боламыз. Өте керемет болып шықты, жұмсақ болып. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Әсіресе балалар өте қатты жақсы көреді бұл пирогты. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Қош сау болыңыздар. Сіздермен болған Айгерім.